Шыдамсыздық деген адамдардың белгілі бір жаңа шаруаны қызғынды түрде қабылдап, артынан кішкене қиыншылықтар орын алған сәтте кейінгі туылатын үлкен сәтсіздіктің алдын алдым деп өзін алдаусыратуы. Бұл әдет сіздің кез келген шаруаны аяғына дейін шығармауыңызға итермелейді және өз уақытыңызды ысырап етіп қоймастан өзіңізге сенімділігіңіз азая түседі. Ал мен болсам сіздерге шыдамсыздықты жеңудің ең тиімді жолын көрсетейін. Ең әуелі өзіңіз істеуден ерінетін шаруаны күнде қайталап істеп әдетіңізге айналдырыңыз. Және сол шаруаның істелу сапасы мен тиімділігін бірте-бірте жоғарылатыңыз. Жасалынған жұмыстың сапасы мен тиімділігін қалай жоғарылатуға болады? Мысалы, сіз жаңадан жаттығу залына барғанда бірінші күні 15 минут қана жаттыңыз. Сосын 2-3 күннен кейін жаттығу уақытыңызды 30 минутқа көбейтіп, ақырын-ақырын денеңізді үйретіп, жаттығуға қызығушылығыңыз арта бастаған кезде, өзіңіз сияқты жаңадан бірге жаттығатын адамдармен бірге өз ортаңызды қалыптастырасыз. Осылай күнделікті жаттығу залына барып, жарты сағат жаттығу